бізге бүгін ұстазымыз жергілікті ақындар туралы жазып келсін деді. Сіз білесіз бе, біздің қарағандылық ақындардың өмірі жайлы білсеңіз айтып беріңізші. Құлыным, жасымнан мен де өлең жырға құмар болып өстім. Қуансам да, біреуге ренжісем де қолыма қалам алып, шумақтап өлең жазатынмын. Шіркін, біздің арқа жері таланттардың отаны ғой. Тау мен тасы, көлі мен шөлі ән салып тұрғандай көрінеді. Апа, онда біз неге олар туралы көп біле бермейміз? Бүгін біздің мектепте ақындармен кездесу өткелі жатыр. Бірақ біз оған бара алмайтын болдық. Соған қатты ренжіп тұрғаным? Құлыным, Әлихан мектебі арқа ақындарын жинап жатыр десейші. Қой, бізде барып қайтайық. Құдай құдақты қуып жібере қоймас. Рас па, апа? Алаңға кеттік, жүріңіз. Дегенде жан саяғыз Құмсардың ән саламыз. Біз өзіндей керемет аруларға көз саламыз ерекше танысам. Мақтанғанға шалқидым мен емеспін, сондықтан да мақтап айтып шаршамаңыз. Анау мынау жігіттің тең емеспіз, біз сияқты арудың самаңыз. Арқаның арулы ақындарының алдында өлеңдетіп тұрған бізде жүрек жұтқан екенбіз. Бекмұрат, шақырылған қонақтарымыз келіп қойды. Біз әлі дайын емеспіз. Мұғалім ұрсатын болды ғой. Жансая негізі көп сөйлей бермей, бастаған дұрыс деп ойлаймын. Бастасақ бастайық. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар мен оқушылар, мектебіміздің қонақтары. Ассалаумағалейкум армағайын. Арқаның ардақтыларын жиып, ақындық өнерінің қыры мен сырын терең түсіне отырып, мәдени демалу үшін Әлихан мектебіне қош келдіңіздер. Алдымен экранға назар аударсаңыздар. Әдемі әуенге толы сарыарқа жері, өнердің нағыз ордасы секілді. Соның ішінде Мәди Бәпиұлы, Естай ақындардың, Сері Сәкеннің Сарқындай ақындардың мекені Қарағанды облысы екені белгілі. Қазіргі таңда орталық Қазақстан өзінің ұл-қыздарымен мақтанады. Ата-бабадан қалған заманында мұрамыз айтыс өнерін өрістетіп, бәйгенің басын бермей жүрген ақындарымыз біз үшін де мақтаныш. Тәуелсіздік алған жылдарда өткен алғашқы айтыстар ұлттық өнердің алтын қорында мәңгілік алтын әріптермен қалатыны анық. Сол кезде айтыстың аламанында алдыңғы шептен көрінгендердің қатарында біздің сүйікті ақындарымыз, қазақтың сары тентегі атанған Қуаныш Мақсұтов, азулы ақын Айгүл Түсіпбекова, Аманжол Әлтайларды айтсақ болады. Кейінірек айтыс ақындарынан Айтбай Жұмағұлов, Тілеген Әділов, Төлеген Жаманов, Мақсат Ақанов, Дидар Қамиев, тағы да басқа секілді ақындар көріне бастады. Қазіргі таңда топты жарған Досқи, Мұхтар, Бекарыс, Еркеғали секілді жас ақындар алдыңғы буын ағалардың жолын жалғап келеді. Олай болса, Арқаның ақындар мектебі ешқашан айтыс өнерінің отын сөндірмейтіні анық. Біз де оған сенеміз. Бекмұрат, бізге қонақ келген секілді. Жансая солы жаңа біліп тұрсың ба? Айттым ғой сағанда, бүгін айтыс мектебінің негізін салып, айтыскер ақын, қолған белсенділері, ұлтымыздың жанашырлары бүгін бізде қонақта. Құрметті көрермені, бір қошеметтеп қойсаңыздар, бір үстіне бір болады. Оны білем ғой. Анда қараш, апамыз да келе жатыр екен немересін ертіп. Апау, амансызда, қош келдіңіз, қалыңыз қалап. Жүріңіз.
сіздің амағылындарым. Әлихан мектебі арқа ақындарын жинап жатыр дегенді естіп, біздің де келіп қалған жағдайымыз бар. Құдай қонақты қуып жібере қоймассыңдар сірә. Төрлетіңіз апа, міне расында да мектебімізге елге танымал арқаның ақтаңгерлері келіп қалды. Сіз де келіңіз, отырыңыз, жайғасыңыз. Мен алдымен орныма жайғаспастан бұрын өлең оқып берсем, қалай қарайсыңдар? Рұқсат етіңіздер. Оқыңыз апа, оқыңыз. Біз үшін ата-ананың сөзі заң емес пе? Солай ғой, құрметті көрермен. Мына өмірде ақын да, әкім де, мұғалім де, тіпті мына апаларың да кейіпкерлеріміз. Режиссеріміз бір Алла тағала. Сондықтан да сіздерге әртіс ғұмыр атты өлеңді оқып берсем. Сен де дамысың, мен де дамын. Қу нәпсіге тоймаған, бірақ өзін пенде емес, періште деп ойлаған. Себебі біз әртістенбіз сахнасында өмірдің келте ғұмыр, кейіпкердің рөлінде сомдаған. Алдымызда алдау, арбау, шымылдығы ашылды, бетпердемен арамдықты жүргеніміз жасырып. Жан дүниеміз жылап тұрып кейде сақ-сақ күлеміз. Мансабы бар, маңғасардың мақтауларын асырып. Жағынамыз, бағынамыз, малғындарға ант атқан амал қанша. Бабамызда дәл осылай мал тапқан. Режиссердің қадалысының көтере алмай жүрсек те, қан қақсатқан қалталыға жалтақтаймыз жалмақтан. Талай рет арыстанның бейнесіне енгенмін. Талай рет түлкінің де образын сомдаған. Қайраткердер атақ берсе артық болмас сірада. Сайтанды да салып жүрім, сылқиып сыраған. Жаққандарды жарылқаймын, байда болам кейде, батқанда ойнаймын күнәға. Талай рет серзақ түбіне де табыттың, каскадерлік шеберлікпен аман есен қалыппын. Тағдыр атты театрдың тамашасы шаршатты. Әртіс болып, әлемді жалғап. Керемет өлең апа, расында да ойландырып тастаған. Бұл өлең ұмытпасын. Азамат Айнұр Жаппарқұлованың өлеңі ғой деймін. Бір қойсаңыздар. Атап айта кетсе, қазақтың сары тентегі Қуаныш Мақсұтов. Тәуелсіздік алған жылдары қазақ айтыстың төрінен орын алған Айгүл Сүтбекова әпкеміз. Қарағанды облысында айтыс өнерінің қалыптасуына, жас ақындардың жұлдызы жануына үлес қосып жүрген ақын ағамыз Айтбай Жұмағұлов шәкірттерімен. Соңғы кезде аламан айтыстың бас жүлдесін бермей жүрген ақын ағамыз Мақсат Ақанов пен Дидар Қабиев. Бүгін ақын ағапкелеріміз ортамызда. Қол соғып қошеметтеп қойсаңыздар. Құрметті қалайық, олай болса, Әлихан мектебінің қара шаңырағына қош келдіңіздер. Алғашқы сөзді мектебіміздің директоры Күзембаев Мартбек Қайыркенұлына береміз. Және ақын ағапкелерімізді сахнаның төріне шақырамыз. Ортаға келіңіздер. Айтаға. Бар. Келіңіз, жоғырсын. Айтатын болсақ, мектебімізде 1164 бала білім алуда, 50 сыныбымыз бар. Міне балаларымызды көріп отырсыздар өздеріңіз. Енді осы қоғамдық гуманитарлық бағыттағы пәндердің 10 күндік аясында осы сіздерді көрсету мақсат болды. Арқаның айтыс мектебі деген тақырып бойынша. Енді Жамбыл атамыздың сөзі бар ғой. Көп қарға тең келмейді бір сұңқарға. Көп жылға тең келмейді бір тұлпарға. Жақсының әрқашанда жөні бөлек, жаман адам бір келмейді бір қымтарға деп Жамбыл атамыз айтқан. Сондықтан құрметті оқушылар, ортамызға жақсы адамдар келді, ақындар келді. Қол соғып, қошемет көрсетіп қойыңыздар. Енді алашасы Әлихан Бөкейхановтың атын естігеннен кейін сіздерге бір аздаған
сіз сияпатымыз бар, соны қабыл алыңыздар. Ол кітаптың авторы осы кештің ұйымдастырушы Айнұр Тұрғанбекқызы. Сіздердің артыңызда мен де бір кітап оқимын. Ортаға жайғаса беріңіздер. Арыстанмын, айбат мағым шыдар, жолбарыспын, маған қарсы кім тұрар. Көкте болып, жерде желмін көлеген, жер еркесі желдің жөнен кім сұрар. Көкте күнмін, көпке нұрым шашамын, көңіл қалсам, қазір ғарышқа самын. Шеті, түбі жоқ деңізбін қара көк, ергемін, толқып шалқып тасамын. Жалынмын мен, келме жақын жанарсың, тұлпармын мен, шаңма ерме қаларсың. Күл болсын көк, жемірсін жер, уайым жоқ, өз қырымен, күліп қана қарармын. Келесі кезекте қазақтың қара домбырасымен ортаға Алтынбек бауырымызды шақырамыз. Қарсы алыңыздар. Bekere mine mene, alsan gaz görse
қазақтың кезінде айтыстың жұлдызы болған және Айгүл Түсіпбекова апкеміз тыңдасақ. Bağırlarım, duvar kuşlarım, birliklerim, vatandaşlarım, akıl kadimlegen, azamat kadimlegen, hayratkerдің қадырын білген, қазақтың мемлекеттің бейтұқсы болған, ұлы өнерге құрмет қылған сіздерге көп рахмет. Жерлесімін, мен Әлиханның бауыры Смақанның баласы Жәңгірді мынандайымнан, кішкентайымнан тыңдап өскен адаммын. Мен 6 жасымда Әлімхан естесінде отырып, батасынап маңдайымнан сүйгізген адаммын. Ол туралы көп айтуға болады. Ал ақындар айтысына өмірімді арнаған адамым. Менің шансонымда бар ғой. Жарым бір өзіңе тең, неге адам болмай ақын болдым деп. Мен адам емеспін, мен ақынмын. Сондықтан да ақынға құрмет деген халық, ол ұлы халық. Рахмет. Екі нәрсе есте болу керек. Жалпы ақындар айтысы, ақындық туралы бізде терең зерттеулер, ғылыми жүйе жасалмаған, баяғы әуезовтер айтып кеткен сұлбамен келе жатырмыз. Бұл зерттеуді қажет ететін зар. Сондықтан да бұл сіздерге аманат. Осыған назар аударыңыздар. Екінші, ғылыми негізі жоқ болғандықтан, интеллектуалдық деңгейі төмен болғандықтан, біз әлі ақындар айтыс туралы өзіміздің таза көзқарасымызды қалыптастыра алмай келе жатқан елміз. Айтыскер ақын деген сөз шықты. Қайдағы сөз ол? Кім тауып алды? Айтыскер деген сөз жоқ. Қазақта бір-ақ сөз бар, ақын деген бар. Енді менің бір өтінішім, бұл менің өзімнің пікірім. Бұл ойға мен кейіннен келдім. Бұл ойға жеткізген елбасы оған рахмет, оны бөлек айтамын. Ақын деген қазақта ғана бар, ақындар айтысы деген қазақта ғана бар нәрсе. Мен қырғыздың манашшыларын барып тұрып, ыршыларын барып тұрып, әдейілеп тыңдаған адаммын. Мен Шашубайды зерттеп, Шашубайдың түкірге түскен жердің топырағына дейін қолым алды қараған адаммын. Бізде ақын деген бұл қазақ халқында ғана бар нәрсе. Бірақ та кезінде советтік идеология, бізге деген отаршылдық саясат ақын деген сөзді поэт деп аударып жіберген. Енді сіздерге тағы да тапсырма, ойланыңыздар. Ақын, ауыз әдебиеті, фольклор, ауыз әдебиеті, ақын қазақта, айтыс. Ал поэзия барлығы ол не? Жазба әдебиеті. Міне осыны зерттеп, осыны бөле жарып, қазақтың кімі бар дегенде, киіз үйі бар, қымызы бар деген сияқты ақыны бар деп айтқызатын болашаққа үлкен жоспар. Осы сіздерге аманат. Ақынға деген осы алғаш бойды бөлісіп тұрмын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Жер бетінде 44 миллион ұйғыр бар, мемлекеті жоқ. Бір ғана Ирактың шекарасында 21 миллион курд тұрады, жер бетінде 86 миллион курд бар, мемлекеті жоқ. Біз 10 миллион қазақ мемлекет болып отырмыз. Сондықтан да елімізді, елбасымызды, мемлекетімізді, ұлтымыздың абыройын ойлайтын кез жетті. Сондықтан да әр қазақ баласы білімді, еңбеккер, қайраткер болсын деп тілеймін. Неге ақындар айтысына бармай жүрсіз? Менің уақытым жоқ. Менің уақытым болған жоқ. Менің гитарист бар екенін ешкім білмейді. Көп адам біле бермейді.
Мәскеуден альбом шығарып, қазақ барды, қазақ шансоны деген әлемдік музыкаға жаңалық енгізіп, ютубтан қарап алыңыздар. Қуаныш Бақытовты ашсаңыздар, ютубтан бәрі тұр. Осы альбомға 16 жыл өмірім кеткендіктен де кешірім сұраймын сіздерден. Ақындар мектебі деп қадірлеп жатқан осы мектептің басшыларына, ұжымдарына, әрқайсыңызға, ұстаздарға көп-көп рахмет. Бұл негізі бүгінгі күні қажетті нәрсе. Мен қазір мынау айтайын дегенім, жақында Қазақстан Халық Ассамблеясының сессиясында елбасы үлкен қолдау көрсетті. Қазақтану деген үлкен ассамблеяның мемлекеттік жобасы жүзеге аса бастады. Бұл деген неге? Бұл деген сөз қазақтың бүкіл құндылықтарын насихаттау арқылы, қазақтың құндылықтарын, ұлттық ерекшеліктерін насихаттау арқылы Қазақстандағы барлық этностарды, барлық қазақстандықтарды қазақтың төңірегіне топтастыру, қазақ халқының рөлін арттыру, міне сіздерге келесі міндет. Осы мақсатта қазір міне достық үйінің аясында Айтбай бауырымыз бастаған жігіттер келіп отыр. Шетел үйдің ақындар мен жыраулардың қолданбалы өнердің кабинеттері ашылды. Түбінде бұл қазақ өнерінің рухани орталығы, қазақ өнерінің әлемдік деңгейдегі индустриялық негізі болады деген ой бар. Сонымен бірге қазір достық үйінің ішінде шаралар басталса, қоғамдық келісімде мына достық аймағы деген журнал шығып жатыр. Сіздер шамаларыңыз келсе, осы орталықтармен, міне Айтбайдай қайраткер азаматтармен, ғалымдармен, осы отырған ақындармен, біздермен байланысқа шығып жұмыс істеулеріңізге болады. Енді бүгінгі кеш ақындарға арналғандықтан менің айтайын дегенім, Достоевскийдің айтқан сөзі бар. Басымды кесіп алсам да, мына ұрпаққа айтып кетейін. Достоевскийді оқыңдар. Американың балалары неге Достоевскийді оқиды? Қазақ неге оқымайды? Неге Шәкәрім Толстоймен қатшасқан? Достоевский деген орыстың шовинизмнің идеологы. Украинаның Қырымын алған кезде не істеді орыстар? Бүкіл телеканалдан Достоевскийдің шығармаларына түсірген кино көрсетті. Соның бір айтқан сөзі бар. Бұратана халықтармен күресіп керегі жоқ дейді. Оларға өнердегі сепаратизм деген идеяны енгізсеңдер, олар бірін-бірі жек қояды дейді. Біз қазір ұлыларды аудандарға бөліп жатырмыз, қазақтың жақсыларын облыстарға бөліп жатырмыз. Ой, Құрманғазы ма Атырауда туған, Атырауда тойласын дейді. Оны неге Қарағанды тойламау керек? Оны неге біздің Қарағандының жігіттері көтермеу керек? Сондықтан да өнердегі трайбализмге, прагматизмге, сепаратизмге бармашын айтайын дегенім былай. Біздің ақындар айтысын бөлуге болмайды. Мысалы, Кенішбай Ақтоғайда туған, бүкіл өмірі Жетісуда болған. Бүкіл Жетісуда өмірі. Анау Құрманғазы Астрахан Қызылқұрттың тумасы ғой. Анау Астрахан жайықтың бойында отырып, Сарыарқа туралы күй шығарған. Сондықтан да біз бүкіл қазақ айтысында, ақындар айтысында кімдер бар? Солардың бәрін бойымызға сіңіруіміз керек. Біз күн ортақ, ай ортақ, жер ортақ деген сияқты ақындар өнер, ақындар айтысы деген тек қана қазақта бар деген ұлы ғылыми негізделген принциппен қазақ ақындығын дәріптеуіміз керек. Қайталап айтамын, жазба поэзиядағы шығыстағылар шайыр деген қазақ өнеріндегі жаңағы ерекше ауыз әдебиетіндегі ақындарды ақындар деп айтқан. Мен сіздерге осы екі әлемнің ортасында үлкен білімді азамат болуды тілеймін. Рахмет. Қуаныштан кейін бірдеңе айтуы қиын маған. Енді құрметті мектеп ұжымы, сіздердің ұстаздарыңыз, ақын сіңілім менің. Мен енді Қарағандыда алғаш шыққан ақыныздардың бірі едім айтысқа. Бірақ мен Айнұр сияқты емес кішкене үйде отырып тұрып қалдым да әлі отырмын. Айнұр сіңіліміз өнермен қоса мінекей осындай білімді оқушыларға, шәкірттерге дәріс беріп, өзінің өнерімен жаңағы еңбегін ұштастырып жүрген адам. Әлеуметтік желілер арқылы естіп танып біліп жатамыз, қуанып жатамыз, тілегімізді айтып жатамыз. Енді бүгін мен осындай шара ұйымдастырып, облысымыздағы атақты ақындар кеше ғана қос-қостан жүлде алып келіп отыр. Сіздер естіп жатырсыздар ғой, бас жүлде.
құтты болсын балаларым. Менің балаларым осындай ақындарды мына шәкірттерге таныстырып, тірідей көздеріне көрсетіп деген кейін осындай шара ұйымдастырып жатқанына үлкен рахмет. Айналайын айнұрғыз, емессің рақам жай бір қыз жарқай дейсің лайын көгіндегі ай жұлдыз деп, мен енді жаңа қуаныш сияқты дейсің жоқ, кітабы жоқ сыйлайтын. Жолдықтан қолдаймын әже болдым. Мына өзім қолдан топқан сөмкемді айнұрға сыйлаймын. Мектепке келе жатырмын дегенде мен қатты толқыдым. Кезіндегі алаш қайраткерлерінің деңгейіне жетіп, солардың деңгейінде ұлтты мемлекет ойлайтын деңгейде ойлай бастағанда ғана біз түсіне бастаймыз бәрін. Бірақ та риза болып отырғаным не? Әлихан Бөкейханов Абайдың бірінші кітабын шығаруға өз басымен атсалысқан. Өзі тікелей атсалысқан. Екінші бір айтайын дегенім, бұл жерде ақындардың көптігі, ақындардың барлығы, жалпы әдебиетке, гуманитарлық әлемге деген махаббаттың барлығы осы үлкен талаптан көрініп тұр. Еңбектеріңіз жүзеге ассын, істеріңіз оңға бассын, жаныма жүрсін, жақын боп, жүректе бүгін сыздау көп. Мен болсам кеттім ақын боп, азырақ бақытсыздау боп деп Төлеген Айбергенов айтқан ғой. Бізді бақытты қылып, Алла халыққа қалыңызды кетірмесін. Қуанышаға Айгүл әпке бүгіндей басқосу күнде бола бермес. Мектебімізге арнайы келіп қалған екен, сіздерден бір ән сұрасақ деп отырмыз. Ал оқушылар мен ұстаздар, сіздер көкейлеріңізде жүрген сұрақтар болса дайындап отырыңыздар. Менімен жиі дауласады, менен жиі сұрайды, мен шығармашылық, мен 24 сағаттар ма Абай айтқан есектің көтін жуып малтап деген. Мен 25 сағат тек қана шығармашылықпен айналысам. Мен уақытым жоқ, той-тойлауға, арнау айтуға, айтысқа баруға анда-мында жүруге. Соның бір белгісі жыр жинағым. Поэзия. Ақымақта өкірі қысқа болу керек. Біз қазір митингдегі тақпақтармен өзіміздің тірлігіміздің деңгейіндегі ойлармен қалыптар бере алмаймыз. Поэзия деген сөзден басталады. Қысқа ғана поэзия. Тәкаппар оның интернетте бар, тауып алыңыздар, Келбесармен жүрген ағым, содан бір екі шығармам болып жатыр. Айтылмаған ойдың бәрі іркінді. Көз жасына илеп берем күлкімді, бәрі соған мәз болады, ал сені көрген сайын сезім илейіп біртүрлі. Өзін-өзі жиялдайды күшпен жүріп. Ақыл айтты, қарам сезім кішкен қыр. Сүт сүйкімді алмаларды ашысаң, көрінеді ішіне бұлтыр түскен. Күзгі бақта сәні кеткен көріксіз, түскен жапырақ, өлген тағдыр серіксіз. Сені тауып, мен істесем, істелген қабығыңнан құрт түседі. Поэзия, сезім, биратика, өлім. Өткеннен жылу көріп, келешек үшін тоғыпты. Момын елде жаны таза кентегі ақын болыпты. Жалғыздықтан жаны жүдеп, тілдеспек жоқ. Халықпен қойылды шіркеудің қоңырауы. Бейбіт халық таңмен бірге қоразғана оятқан, атып шығып сарай, лашық, барақтан шошықпалы оқыс шыққан қоңыраудың önінен жүгіріпті шіркеу жаққа. Тәңір өзі жаратқан. Сайсаланы мағынасы дүнгезген. Көңілдерді тарқамайтын мұң кезген. Шали құлы аш-жалаңаш тобырға жалғыз ақын тір қатыпты күнгізген. Уа халқым, пенден едім көріксіз, Құдайымнан қорыққаннан келіпсіз, жалғыздықтан жаным жүдеп кеткен соң, дініңе де қол сұқтымау еріксіз. Бұл өмірден өнер ғана өңгөрдім, соған бола мені жынға теңгердің. Ұқсамаймын тірлік қуған пендеге, деген менен өлшедің менен. Құдайдан да қорықпастан қоңырау соғып ақыны, жұрт ақынын жалғыздыққа қалдырмапты ақыры. Өткеннен аз жұмыл көрдім,
кездерім көп тоңатын. Ұшар едім биігіңде, әлсіз әлі қаңғыттым. Бейбіт жатқан момынермен тілдескім-ақ келеді. Әттең, орау жоқ сол. Ақындыққа байланысты айтайын деген мынау Россия блок дейсің деген менің өлеңім. Александр Блок, атақты Петербург университетінің ректорының жиені, соның үйінде Жекетовтің үйінде өскен бала 12 жасында не істейді? Әлемдік орыс әдебиетімен бәрімен танысқан, көз ашық, көкірегі ояу, ананшама білімнің, ғылымның ортасында өскен. Не істейді 12 жасында? Жоқ, шешесінің құрбысына ғашық болып қалады. Ойлап қара, мамасының подружкасын орысша айтқан. Содан бала анау ішке махаббатын, рухани махаббатқа айналдырған сондай сусындап оқи бастайды. Бірінші Александр Блоктың жыр жинағы сол сүйікті әйелге арнап жазылған дүние. Атақты Александр Блок 14 жасында бір кітапты дайындап шығарған. Ал біз міне 55-ге келдік, әлі күткен жоқпыз. Сол Блок келген жерде өлең оқып тұрады екен. Бір адам болса да, мен осындай бір әйел жақсы көріп, мен үшін түсінбейді, өлең оқып өлемін. Сол Александр Блок сияқты қазақтың әр баласы білімнің арқасында, еңбектің арқасында өз жолын тауып, әлемнің өмірін жаратады. Рахмет, Айгүл әпке, сізден енді біз Серік Ақсұңқарұлының «Үш тауым» атты әнін сұрасақ қалай болар екен? Қошеметтеріңіз. Домбыра бар деген соң әкелген жоқ қой. Бар, жеде домбыра. Домбыра береміз. Жаңа балада 2 домбыра бар. Мені тұр ғой домбыра. Соны бере беріңіз. Уақыт алатын болдым ғой. Қуаныш айтып жатқанда келтіре беруім керек еді. Өлең оқып жатқанда. Mikrofon kelip yok. Açın mikrofon kelip yok. Aygül apalar bunu kazanmışı. Kesinlikle әлемде Aygül ансамблінің құрамында қазақ өнері танытқан адам ғой бұл кісі. Атақты Aygül вокал аспап ансамблінде өлең айтқан. Үш тауым деген ән, мынау енді ақындар деген өзі 8 қырда бір сырлы болады ғой. Қуаныш сияқты біздің. Қуанышты барып деп ешкім айтқан жоқ қой. Гитарамен ән айтатын кейіннен білдік. Біздің Серік Ақсұңқарұлы деген атымыз бар, базарға айтып жатырмын, бәрін білесіңдер ғой. Айнұр апаларының бүкіл атындарды таныстырған шығар сендерге. Серік Ақсұңқарұлы деген ақын, ол кісі әнінде өзі шығарады, сөзінде өзі жазған «Үш тауым» деген ән. Жазын
Ал енді құрметті көрермен, сұрақтарыңыз болса қоюларыңызға болады. Сұрақ кейін аяғында бәрі Өлең менен атыратын әр таңын, ақындарға үлкен үміт артамын. Айтағамыз өрге қарай сүйреп жүр, айтыс атты аламанын арқаның. Айтыс деген ұрпақ үшін байтаған ортамызға кіріп келген қайтадан. Ақындардың азулысын таңдайды, жүйріктердің ішінен де айтаған. Құрметті қалайық, сахна төріне қазақтың айтыс өнерінің жанашыры ақын Айтбай Ботбайұлы Жұмағұловты шақырайық. Ассалаумағалейкум. Ардақты ұстаздар, ақының ардақтаған шәкірттер. Бұл мектеп мен үшін өте ыстық. Менің ең алғаш еңбек жолым, ұстаздық жолым, ғылым жолым, білім жолым осы мектептен басталды. Мен қай жерде жүрсем де, қандай биікке шықсам да, осы Әлихан Бөкейхан атындағы мектепті ешқашан ұмытпаймын. Менің автор биографиямның ең бірінші жолында алтын әріппен жазылатын, менің жақсы көретін сондай үлкен азамат болып өмірге қалыптасу жолында алғаш осындай үлкен демеу берген осы мектептегі әріптестеріме, мұғалімдерге, оқушыларға менің алғысым шексіз. Сондықтан кешегі Әлихан Бөкейхан мен тірі болсам қазаққа қызмет етпей қоймаймын деген өзінің аталы сөзін қалдырған. Сондықтан сол Әлиханның мектебінде оқыған, Әлихан Бөкейханның жаңағы мұражайында суретін көріп, оның еңбектерімен танысқан адам осы сөзді мәңгілік өзінің өмірлік қағидасы қылу керек деп ойлаймын. Сондықтан балалар, сендер басқа емес, сендер Әлихан Бөкейхан мектебінде оқиын деген, ол қазір мына мысалы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Тәуелсіз Республикасының тұңғыш президенті деп бүкіл әлем танып, сондай үлкен мақтанышпен айтатын болса, біз Алаш Орда мемлекетінің, ең бірінші қазақ мемлекетінің іргесін қалаған Әлихан Бөкейхан атындағы мектепте оқимын дегенді үлкен абыроймен, мақтанышпен айтатын, сондай дәрежеге жетуді Бұра жаңа ақындар мектебі деп жатыр. Жалпы бұл мектеп мен басшылық жетекшілік жасап жатсам, ол бір күннің мектеп деген біздің Алмас Алматов деген ұстазымыз айтады. Біз өнерге бір күн үшін және бір күнге келген жоқпыз дейді. Бір күндік емеспіз және бір күн үшін келген жоқпыз дейді. Бұл мектеп ол кешегі сонау ата-бабаларымыз Жанақтан, Орынбайдан, Кемпірбай шөжелерден басталған өнер, одан Шашыбайлардан, Қайбай Нәбек, Доскей аталарымыздан жалғасып, 80-ші жылдары тоқтап қалған кезде осы Қуаныш ағаларымыз, Аманжол Әлтаев, Қойлыбай ағаларымыз сияқты өнердегі алдыңғы толқын ағаларменен жалғасып, одан кейін бар жаңағы Төлеген Жаманов бар, Төлеген Әділов бар жаңағы. Одан кейін міне кеше ғана Қырғызстанда өткен халықаралық көшпенділер ойында, халықаралық әлемдік деңгейде айтыстың бас жүлдесін жеңіп алған Мақсат Ахановпен жалғасып келе жатыр. Динар деген сияқты. Одан кейін міне біздің кейінгі толқын Абзал, Сырым деген ақындарымыз отыр. Есті көрсең кеңдеме, өңкей табылмас, қарындасын жамандап, өзіне жақын табылмас дейді Асан Қайғы. Бұлақ көрсең көзің аш дейді. Сондықтан жыл мектеп бұрыннан келе жатқан, біз соның бағдарын түзеп жатқан ғана адамбыз. Жалпы ақын болып адам ол профессия емес қой, инженер боласың, политехқа түссең, жаңағы Каргудың юрфагына түссең, заңгер боласың деген сияқты, өнер мектебінің домбыра класына барсаң, домбырашы боласың. Бірақ сен ақын болып, ақынды ешкім оқытпайды, ақын болып адам туады, ол ақындық деген Алланың сыйы. Мына тіпті Сорбонна университеті бар. Сорбонна университеті әлемдегі ең Европаның озық университеттерінің бірі. Соның маңдайында жазып тұр: Құдай бермеген білімді Сорбонна бере алмайды деп. Алла тағала өзіне саған сондай өнер бермесе, талант бермесе, сен ешкім ақын бола алмайды.
Сондықтан бұл Алланың берген сыйы, қазақтың маңдайына біткен бір ерекше дарытқан қасиеті. Екінің бірі тіпті керек десең ғарышкер бола алады. Ақшасы бар миллионерлер қазір ғарышқа ұшып жатыр. Ақшаң болса ғарышқа ұшып барып келесің. Қаласаң, Алла қаласа сен президент те бола аласың. Алла қаласа сен инженер де боласың, шахтер де боласың. Бірақ сен Алла қаламаса ақын бола алмайсың. Алланың сыйы. Сондықтан жаңа Қуаныш ағамыз дұрыс айтты. Жазба ақындар бар. Бірақ қазақ ұғымында, қазақ дүниетанымында ақын деп өлеңді суырып салып айта алатын аяқ астынан. Оны белгілі бір аспаппен орындай алатын, хан болсын, қара болсын, оның көкейіндегі іштегі халықтың мұң мен зарын жеткізе алатын адамды ғана ақын деп айтқан. Сондықтан ақын болу оңай емес қарағым, бетінде болу сыздаған барлық жараның деп айтады Төлеген әкеміз. Сондықтан ардақты ағайын, құрметті шәкірттер, ұстаздар, балалар, сондықтан ақындар мектебі ол белгілі бір дәрежеде бағыт-бағдар береді. Мысалы, мына Дидар Хамит деген әлемге әйгілі қазаққа мәшһүр ақындарымыз отыр. Бұл Дидар бауырымыз мына Бұхар екең жырлайды деген сайыс бар. Соның алғашқы ретінде бас жүлде алған. Алғашқы осы армысың аз наурыз айтысында Дидар арнайы жүлде алған, иә? Арнайы жүлде алған. Одан кейін бас жүлде алды. Одан кейін бұл да Қырғызстандағы өткен көшпенділердің екінші ойынында жүлделі орыннан көрінді мысалы. Сондықтан біз сендерге бағыт-бағдар бере аламыз. Біздің Қарағандыда жаңа айттық қой, достық үйінде, мәдениет үйінде істейтін қазір. Арқа айтыс ақындары мен жыршы термешілер мектебі жұмыс істейді. Біз сол мектепте мына Абзал, Сырым сияқты 20 шақты ақын бала сонда дайындалады. Біз оларды тек қана айтысқа ғана емес, біз олардың ішінде терме жанрында, терме, жыр, сосын жаңағы мәнерлеп оқу, шешендік өнерге баулаймыз. Өзі қазақта сөз бар, жатқан боянды, қашқан боян айтады. Сол өн бойына, тұла бойына өлең сіңген адам, ол міндетті түрде ақын болады. Тағы да Дидарды мысалға келтірейін. Дидар 5 жасында алғамыз қолланды батыр жаттап алған. Ол ақын боламын деп үш ұйықтаса түсіне кірген жоқ. Ол бабалардың бүкіл мұрасын бойына жаттап алған екен, Алла тағала оның жаңағы бойындағы қасиетті шығарды. Сондықтан қазір өзі де сөйлейді. Сондықтан оны да өздерің көресіңдер. Сондықтан жыр жаттау керек. Мұхтар Шаханов ақын болу үшін дейді, өзіне дейінгі 1000 өлеңді, 1000 ақынның өлеңін жаттау керек дейді. Сен бабалар сөзінің 100 томдығы бар. Мен 100% айтылам. Соның 3 томын, 4 томын жаттап алған адам міндетті түрде ақын болады. Бірақ ана Алланың берген сый өнері бір бөлек, бірақ өлең шығара алатын, топтың алдында суырып сөйлей алатын дәрежеге жетеді. Ал нағыз ақын ол Алланың құдіреті. Ол таза саф алтын өнер. Мысалы кешегі Абай сияқты, Жамбыл сияқты деген сияқты. Сондықтан тағы да айтайын, мынандай мүмкіндік бола бермейді. Қарағандыда Бұхар екең жырлайды атты жыршы ақындар сайысы өтеді. Бұхар екең. Сол мына биыл 11-ші рет өтейін деп жатыр. Сол қарапайым ғана ескерткіштің алдында басталған жыраулар сайысы мамыр айының 11-12-сінде Монғолиядан келген, Алтайдан келген, Қырғызстаннан келген, Тувадан келген, Қазақстанның бүкіл облысынан келген жыршы жыраулардың халықаралық фестивалі ұйымдасты. Кеше ғана мына Айнұр ұстаздарым кеше ғана Қарағандының төрінде республикалық өлең сөздің данасы атты Бұқар жыраудың шығармашылығына арналған жыраулар поэзиясы үлгісінде республикалық мүшәйра өтті. Қазақстанның 7 облысынан ақындар келді. Қарағандының 7 ақыны қатысып 14 ақын арасынан Мирас Асан деген қазіргі Астанада тұратын ақын балаларымыз бірінші орын алды. Ертең 4 күні осында ережесін жібердім. 4 күні Бұхар екең жырлайды атты тағы да осы жыршы ақындардың сайысы өтеді. Онда 4 номинация бар. Біріншісі Бұқар жырау толғауларын жатқа оқу керек. Кем дегенде 15-20 толғауын жатқа оқу керек. Екіншісі Бұқар жырау үлгісінде Айнұр сияқты ұстаз ағалар өлең жазады ғой. Олар енді кәдімгі европалық стандартта емес, теориялық тұрғыда негізделген. Қазақы дүниетанымда жыраулар үлгісінде өлең жазады. Ол екінші номинация. Үшінші номинация Бұқардың толғауларын, Бұқардың жырларын домбырамен белгілі бір аспапта орындау. Жаңа орындады ғой ана баламыз. Алыстан қызылды көрінсе, мана демей немене деген сияқты. Солай белгілі бір қобызбен, аспаппен орындау. Биыл 4-шісін кіргіздік. 4-ші номинация. Ол әлемді түгел білсе де, басқа ұлт өкілдерінің Бұқар жырау толғауын орысша, қазақша, өз тілінде жатқа оқуға, тіпті аспапта орындауға мүмкіндік
беріп отырмыз. Өйткені ол қазақтармен ғана шектеліп қалмайды. Бүкіл Бұқар жырау айтыр ғой, әлемді түгел білсе де, алтын үйге кірсе де, аспанды жұлдыз аралап, ай нұрын ұстап мінсе де қызыққа тоймас адамзат дейді. Сондықтан Бұқар әлемдік деңгейдегі ақын, біздің ақындарымыз да сол деңгейге жетіп жатыр. Енді YouTube-қа кірді дегеннен кейін әлемге кірді деген сөз ғой. YouTube-та бүкіл қалаған мемлекеттің, қалаған әлемнің түкпірінен сені көреді. Сондықтан барлықтарыңызға шығармашылық шабыт тілеймін. Енді мен кеше ғана бір ақындық деп жатыр. Жаңа айттым, ақын болу оңай емес. Ақын болу оңай емес. Кеше Серік Томан деген қазақ әдебиетінің соңғы саңында ерте өмірден өткен Тараздың жас 40-тан асқан шағында өмірден озған Серік Томановтың өлеңінің қаныма жақын бақты маған. Жаныма, жүрегіме жылы ұялады. Сол мынандай бір шумағын бір оқығаннан жаттап алдым. Мен ақын екем. Ақын екем, мен соны жаңа білдім. Ақындық ізінде емес қаламымның, ақындық астында екен мына менің жақсылыққа жасаған қадамымның. Мен соны жаңа білдім. Осындай. Ақындық керемет кеш жасап, бәріміздің басымызды қосқан Айнұр ұстаздарыңа Алланың нұры жаусын. Айтпай аға, өзіңіздің бірге жас ақындарды шәкірттеріңізді ерте келген екенсіз. Жалпы айтыс өнер суырыпталма өлең жырдан тұрады емес пе? Айтыс сағынған жұртқа аз ғана өнерлерін көрсетсе қалай қарайсыз? Келді тұр. Ай, осы балалармен айтсам десем, Қуаныш ағамен айтысу қорқатын шығарсыздар. Мына балалармен айтысу айтсыңдар. Жаңағының тумасы, қазіргі политехникалық университеттің 4-ші курс студенті, біздің ақындар. Балалар, тыңдаңыздар. Ақын болу деген филфакта жүру міндетті емес. Политехтің 4-ші курс. Биыл политехта 8 ақын оқиды. Соның 6-ауы мынау айтыс ақындары. Мына Абзал деген дарын мектебінде оқиды. Мысалы сабақ оқу, неге өлең жазбайсың, неге кітап оқымайсың десе, кітап сабағын көп дейсіңдер. Сабақта оқиды, айтысады, терминді айтады, жырды айтады. Бәрі, міне осы балалардың өнерін тамашалаңыздар. Кәделі сөз айтпасам жарамастың. Қазақ деген киелі ұлттан едік, ойламайтын жай күйін қарабастың. Ал бүгін бұл әдеби кешке келіп, алма деп алдарыңа қадам бастың. Армысыңдар алаштың ұл қыздары, бас иіп барлығыңа амандастың ма ел? Мақашып Абзалының қалың қалай, топқа түстің ел алдында арындабай. Айтыс жаса деп сұраса көрерменім, жөн болмас ұсынысты қабылдамай. Мектебінен шығасап мұнда кепсің, үлгеріп келіп қалдың жаным қалай. Жақын тұтқан бауырымның бірі едің, жансың ғой жастайынан жалын қамай. Бойы қысқа болған мен ойы нұсқа, дарында оқыған ұл дарын қамай ай. Олары шам болған соң айқая дарынға бай. Олмайды енді бізге жалындамай. Сырмаға өзің кеп амандастың, мен де саған айтайын қалың қалай. Бір сөзбенен бойымды нұқып кеттің, бірақ та мен жан едім сабырға бай. Бірінші өзіңе де қарап алсай, ел алдында жыр айтып арындамай.
жығылған сүрінгенге күлмес болар. Ол қайсын бұл сахнада орындабайын. Ассалаумағалейкум сырмаға, қарынға бай және де қарынға бай айқайық. Мен қалай жалған сөзге жалданайын, жақсы сөзден құр қалып қалмағайын. Бісміллә, сахнаға шықтық біздер. Ал енді біз айтысып жайланайын. Бұл істерің берекеге толсын деймін. Дәру болар сынды жанға дәйім. Қалайсыңдар, ұстаздар һәм оқушылар. Мен қалай арзан сөзге алданайын. Арқаның ақындарын шақырып ал, арқаланып отырған ардағайын айқайық. Деп отсам бұл інімді білікті адам, жөнсіз жайды керек қой құлыптаған. Алла берген тұлғамды сөз етесің. Мұндайда мен қалайша мен мұндайда тынып қалам. Семіздікті айыптап отырғанша жөн шығар семіз сөзді сұрыптаған. Құдай берген тұлғамды сөз қыласын, сен едің сүрінгенге күліп қаған. Денемен емес қазір өременен жұмыс жаса дегенді жөн ұмытпаған ай. Көрдіңіздер ақындардың жыр құрғанын, шабыттанып ел алдында бұлқынғанын. Біз ерекше мектепке қадам бастық, есімін алған мықты дүр тұлғаның. Мектебі болғанмен көшесі жоқ, кешегі көсем болған шын тұлғаның. Осында білім алған жан бақытты, білесіңдер ол жағын жұртын бәрін. Бақытты болсын енді барлық адам, қаламаймын жағатын жыртылғанын. Алихан бабасындай ұрпақтары, қалаймын тек биікке ұмтылғанын ай. Қалаймын осы айтысын жалғасқанын. Қалаймын осы айтыстың жалғасқанын. Ендеше қорқындық сөз соңында сыйластықпен жіберейін қорқынды ән дастанын. Осыменен ағайын қошаман бол, бақытты күн кешіңдер қандастарым. Барлығыңа Алланың нұры жауып, әрдайым ашық болсын мәңгі аспаның айы.
шабыттай қаяқо шақырамын айтылса ел алдында батыл әнім ол рас жақсы нәрсе қозғадың сен айттың ғой ел алдында батыл әнім мен де осы нәрсені қозғайыншы дұрыс болса егерде бақылауым айтбайдың шәкірті болғаннан соң айтбай мұны қалай отырамын жүре берсек осылай еселенбей арысымыз қазағым кетер өнбей көшеді ұлға көшені бер алмаса көбейіп кетер ондай есел елдей балалар осы ақынды көрсін деймін желмаядай шапсы келіп жүрсе кел желсін деймін әлиханның мектебінде оқығасын әлихандай әр бала болсын деймін демесін бұл сырым шырамытты ойымыз тілімізде болғасын дұғамықты ал енді көп сөз қой біз тұрайық онсыз да аз уақытты айқаямыз дөп келген қарсыласын қақсататын қыз көрсе тамырынан таппасатын талайдың көзайымы болып жүрген келіпті ортам деп айтыскер ақын Қырғызстанда өткен халықаралық айтыстың жүлдегері Мақсат Ақановты ортаға және де Жансай қазір қыздардың бәрі сахнаға шығып кетуі мүмкін. Неге? Себебі сахнаға қыз біткеннен жүрегін жаулаған ақын Дидар Қамиев шығады. Қазір Дидар ағамыз бұрынғыдай бойдақ емес, балалы шағалы, сондықтан олай бола қоймас. Ал шақырып көрейік, құрметті көрермендер, сахна төрінде ақын Дидар Қамиев және де Мақсат Ақанов. Сұрақтарыңызға дайындап отырсаңыздар. Ассалаумағалейкум, оқушылар, бауырларым, қарындастарым. Оқу жылы басталып жатыр. Құтты болсын бәріңе. Бүгінгі елеп ескеріп бізді шақырып жатқандарыңызға рахмет. Әлихан атындағы, Әлекең атамыздың атындағы осы бізді шақырып жатқан мектепке шын алғысымызды айтамыз. Әйтпесе Назарбаевтың атында да мектептер бар, шақырған жоқ олар. Құтты болсын бәріңізге. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Енді біз жаңағы Қуаныш ағам секілді, Айгүл апамыз секілді көп оқыған жоқпыз біз енді. Айтбай сияқты ғалым емеспіз біз. Мектепті де мен жалпы сіздермен бір келісім ететін жерім. Мен де Әлихан Бөкейханов атындағы мектепте оқығанмын. Ақтоғай ауданында. Ақтоғай біздің ауылда да Әлекең туған жер Ақтоғай ауданында да осы Әлихан Бөкейханов атындағы қазақ орта мектебі бар. Сол жерде оқығанмын. Сосын білімім тым асып кеткеннен кейін СПТУ-ға жіберген мені. СПТУ-ды тәмамдап, сосын осы Бөкетов атындағы университетке келіп, жаңағы директорларың екеуміз бірге оқығанбыз. Ол кісі менен бір курс төмен оқыған мені. Менен бір курс төмен оқығандардың өзі директор болып кетіп жатыр. Сол оқыңыздар деп айтам бәріңізге. Оқымасаңыздар осы жүресіздер біз ұқсап. Дидар екеуміз сияқты. Менің де сендер сияқты кішкентай қыздарым бар, биыл сабаққа барды екеуі. Оларда анау не екен? Мектепке бармас бұрын бір жыл ма сондай пат курс дейма бірдеңелерін оқып үйреніп алды.
олар менен жақсы біледі жаңа. Олар қазір оқып бірінші классқа барды, бәрін біліп барды. Біз бірінші классқа дым білмей бардық, дым білмей шықтық содан кейін. Содан кейін міне. Рахмет сіздерге. Сол жалпы оқыңыздар деп айта салайын деп ұстаздардың ата-аналарын бермейтін тәрбиені, олар айта алмаған нәрсені осы ұстаздар береді. Соны кезінде дұрыс қабылдамай қалған екенбіз. Соған бір өкінішті жағдай сол. Ұстаздардың айтқанын орындап оқыңыздар. Ол кісілер сіздердің жаман болсын демейді. Оқуларыңызға тілектестік сол. Өзімде жоқ нәрселерді айтып тұрмын. Өзімнен кеткен қателіктерді сендерде болмасын деп жатқан. Әйтпесе бәлендей не жоқ. Сосын жаңағы Қуаныш ағамыз айтты ғой, Александр Блок шешесінің подружкасына ғашық болып қапты деп. Енді білмеймін, мен шешеңмен жақсы адамға ғашық болған қандай болатынын көрген жоқпын. Бірақ анау Бақытжан Алияр деген керемет ақын досым бар, Түркістанда тұратын. Сол кісінің орыс тілі апайы деген өлеңі бар. Соны сендерді көріп соны оқып бергім келіп тұр. Жаңағы 9 оқып жүргенде дейді, өзі айтады, орыс тілінен сабақ беріп келген бір мұғалім қызға ғашық болып қалдым дейді. Содан кейін соған бір ауыз өлең шығардым дейді. 9 оқығанда жазған өлеңі жаңағы өзінен мұғаліміне. Тумай жатып, бәрін білген бәленің бәтеңкесін теріс киген бала едім. Өзіме тән бар болатын дүнием, өзіме тән бар болатын әлемім. Тіршіліктің тауып жүрген есебін, тірілердің бәріменен дос едім. Шаңын қағып жүретінмін көшенің, көршіміздің ұрлап мініп есегін. Ұқсамасын жорғаға, екеумізді шақыратын жол ғана, Есениннің жатқа оқитын жырларын есегіне терісінген сол бала. Қара шаш секілденген қара түн, былайғы жұрт біле бермес көп атын. Сол ауылда әр әдемі әр жас орыс тілі апайымыз болатын. Жүрегіне қаралғандай сан ине, мұңлы көзбен қараушы еді фәниге. Өзіне тән бар еді ішкі есебі, өсегі де таусылмайтын әрине. Аңғал қызай, алданған ғой дес ауыл, сол кездегі аңқау бала асауыл. Кім алдайды, неге алдайды неге деп мұңға батып кететінмін неше ауыр. Сүйенгендер тіліменен жағына, мұң салуға құмар еді жанына. Оны көрсе сыбырласа қалатын тіпті ауылдың кемпірі мен шалы да. Қыз баладай, кей мінезі күлкілі, иісі судың бар еді онда түр-түрі. Көп ойланып апайыма содан соң ғашықпын деп өлең жаздым бір күні. Алшысынан түсті деп ем асығым, ертеңіне сабақтан соң жасырын. Іштен жауып мұғалімдері бөлмесін мен оңаша алып қалды ғашығым. Сосын көзбен қарап сәлмәнсіз, бауырына басып мені қорғансыз, әттең баласын ғой деді де жылады бір армансыз. Жыладай бір жанымен, жүрегінен жас болып аққан қанымен, сондағыдай мұңға толы қарасты ешкімнен де көргенім жоқ әлі мен. Бәрінен де сол қарасы болды ауыр, жан жағымнан соққандай боп сандауыл. Одан кейін ешкім көрген жоқ оны, орыс тілі апайысыз қалды ауыл. Мен білмеймін қайда екенін, оны ойласам мұңға батып кетемін. Бір 10 жасқа есейдім мен сол күні, сонды ұқтым мен махаббаттың екенін. Солай достым, кім ұстатсын қасқарман, әр тағдырда бар құпия астар мән. Осылайша менің алғаш өлеңім махаббаттан соққы жеумен басталған деді. Бүгін Айнұр біздің енді рухани өнердегі әріптесіміз, апамыз ғой, осы кісі бізді елеп ескеріп шақырып атқандарыңызға рахмет. Өзімізде кезінде бала күнінде не көрсең әгі, ұяда не көрсең ұшқанда соны десің дегендей, осындай ақындар келіп жатса, ертең осы балалардың ішінен қызығып, жаңағы Сырым мен Абзал сияқты үйіне барып, домбыраларын сабалап, кімнің талант ашылмасқа жаңа кім кепіл. Ауылға балуандар кеп күрес өтсе, кешке жақын ауылдың балаларының бәрі шығып ап, құмға шығып ап, бір-бірімен күресіп, соларға еліктеп алысып жатады ғой. Сол сияқты сіздердің де араларыңыздан осындай қуаныш жаңағы ағаларымыз сияқты, Айнұр апаларыңыз, Дидар бауырымыз сияқты, Айтбай ағаларыңыз сияқты ғалымдар, ақындар, шайырлар шыға берсін. Рахмет. Игілікте досым. Ассалаумағалейкум, баршаңызға
бір керемет кештің куәсі болып жатырмыз. Жаңа дидар шыққанда қыздар шығып кетеді деп жатыр. Негізі Мақсат ағамыз қыздармен айтысудың жалпы хас шебері. Мен өзім ауырып неше күн біреу қызығатындай да түрім жоқ, қазір бет-аузым ісіп тұр. Айнұр апамыздың «Ай дидарлы арман» деген кітабын көріп кішкене жадырақ болдым. Менің атым бар екен деп düşündім. Жалпы оқыңдар деп жатыр Мақсат ағаларың. Өзі біздің қасиетті мұсылмандардың кітабы Құран кәрім болса, соның бірінші түскен аяты «Иқра бисми роббика аллази халақ» дейді. Оқы, Раббыңның атымен оқы деп. Қай жерде де оқыған адам жаман болмайды. Оқымасаңдар Мақсат ағаларың құсап 37-ге келгенде 9 оқитын баланың өлеңін оқып тұрасыңдар өстіп. Біз оқымағанбыз деп отырмын. Мен жаңа Айтекең айтып кетті. Мен 5 жасымда алпамыс Мұңғызарлықта оқып жүрген баламын негізі. Ағам 2 жыл бұрын мектепке барған. Содан үйреніп алдым ғой, ол жер есімде жоқ. Әріп біліп, әйтеуір 5 жасымда жыр-дастандарды оқып жаттап жүрген. Содан жаман болған жоқпыз. Кезінде біз өзім жаңа Ботақарада өнер мектебінде сабақ берем, жыр термеден. Қазіргі балалардың қызығушылығы басқаша ғой, бұрынғыдай емес. Телефон бар, басқа бар, интернет бар дегендей. Біздің кезімізде қазіргіндей керек дүниеңді Google-дан теріп қарай салатындай жағдай болған жоқ. Бір терме естісең, ол ауылда бір балада болады, бір кассета болады, оны ол бермейді. Соған жалынып есік алдында отырып әзер алып солай үйренетінбіз. Сондықтан қазір мына мүмкіндік, жаңа Айтбай ағаларың айтып жатыр, ақындардың мектебі ашылып жатыр деп, сол барынша мүмкіндікті пайдалану керек. Біздің ол арманымыз болды, расы керек. Жаңа Мақсат ағамыз қалжыңдап айтып жатыр ғой. Ол кезде бұндай мүмкіндік болған жоқ, сондықтан бойларыңда бар өнерді жасырмай, ұялмай, барынша қатысып, осындай жерлерде көрінуге тырысу керек. Сол Әлиханға бәрі қатысын айтып жатыр ғой, мектебінде оқығам, біреу жұмыс істеген деп. Мен Әлихан атамызға қатысым болмаса да, Әлімхан Ермеков пен Жақып Ақбаевтың ұрпағымын. Қаракесектің қара дейтін руынан болам. Сол, аман болыңыздар. Жастар аман болсын. Ал енді сұрақтарыңыз болса қоюларыңызға болады. Мақсат қарапайым жігіт қой. Егер де бойында сондай білім болмаса, халықаралық деңгейдегі айтыстың бас жүлдесін алады. Ең білімді ақын осы Мақсат ағам ортамызда. Сақыраттың өзі айтты ғой, мен бір білетінім, ештеңе білмейтінім деп. Сол сияқты менің де бір білетінім, өзімнің ештеңе білмейтінім. Баяғыдан Ленин айтты екен деп жүрдік қой бәленбай жыл. Білсек соны шатсамыз да сол жерде. Оқы, және оқы деп жаңағы Лениннің суретіне қарап. Сөйтсе жаңа Дидар айтып жатқан, кейін көзіміз ашыла келе көрдік қой. Құрандағы бірінші бетінде Құдайдың сөзі екен, оқыңдар деген. Сонда мен де соны айтып жатқаным ғой. Сұрақтарыңыз болса ортаға келсеңіздер. Жалпы сұрақ қой, екеуінен. Дидар аға, сәлеметсіз бе? Сізді ақындардың деп танып білемін, айтыстарыңызды көремін. Сізге қояр сұрағым, әлі күнге дейін ғашықтыққа байланысты сөздер естисіз бе? Тоғыз оқып бәрі біздіріп, тоғыз оқитындарды қашық. Ғашықтық болған, қандай ғашықтық? Қыздардан ғашықтыққа байланысты сөздер естисіз бе? Дидар сақал қойған. Қыздардан естимін. Сақал қойған екен. Сақал мың бір бәрекеттен қайтарады дейді адамды. Содан қойдым, қазір қыздар қорқа алмай айтыр, бұрынғыдай айта қоймайды. Қыздардан ғашықтарың келсе, сақал қойды. Аязатадан қашық. Қойды сұрақтарыңыз.
бірінші ассалаумағалейкум сізге. Алдымен осы дарағымызды үлкен алғысымды білдіргім келеді. Мысалы әлеуметтік желілерде орамал таққан қарындастарымызды қорғаштап, сонда орамалға салған жүйеліктерді даттап сонда поста жариялаңыздар. Ал енді қазіргі кезде сондай сұрақ қойғым келеді. Қазір кейбір адамдар айтады, қазақ қыздары бұрында орамал тақпаған дейді. Соған сіздер қандай көзқарастастар соны біле кеттім. Орамал тақпаған дейді қазақ қыздар. Орамал таққан ғой қазақ қыздар. Мұсылман елдерінің бәрінде орамал тағып, кейіннен біздің кеңестің 70 жылдық кесірінен анау әрі 300 жылдық не бар жаңа. Қазір құлдық санадан шыға алмай жатқан халықпыз ғой біз бәрі тәуелсіздік алғаннан. Еліктеу деген басым мысалы бір-бірін алып азғындап кеткен анау Европадан не алып жатқанын білмеймін. Одан еліктеу. Олар бізге еліктейтін жөні бар негізі қазір. Таза халықпыз ғой, қаны таза, жеті атаға деген қосылмайтын. Біз әлемдегі дені дұрыс бір-екі үш ел қалса соның бірі қазақпыз ғой. Орамал тағылған ғой. Қазақтың қыздары тақия киген, өң киген бастады. Қалыңдығы ұзақтар кезде сәукеле киген. Ал енді келіншек болғанда бар орамал таққан. Бірақ беті ашық болған. Жаңағыдай орамал қымталмаған қазақтар. Қазақтың қыздары еркін өскен, бірақ ашық шашылған жоқ қазір ойын. Келіншек болғанда ғана орамал таққан бастады. Мемлекеттік өзінде оқушылар мектепке жабылсан орамал тақпайды. Екінші бір жағдай, ислам әлеміндегі болған киімдердің барлығы мен 2005 жылы некеде болдым. Қасиетті қағманың аттыру қарақтасы фигур. Мен сонда өзімнің ағаштарын қожаларға, мен бердің ағаштарын қараларына bizarlar. Әлімна келгендіктен, үлкен ағашын әжем баласын мен. Қожаларға бір ұлттық киім беріп, аталарының киімі деп, арабтың шейхтарының киіміне көрмейді. Орамал тағып тұмшаланған бұл арабтардың ұлттық киімі. Түсіндіңдер ме? Бұл исламға да қатысы жоқ. Қазір айтты. Зайылы мемлекет. Сондықтан да келіншек орамал тағау, бірақ та қазақтың қыздар шашын жай үйгеріп жүрмейді. Шашын тек қана қайырғанда ғана жайған. Қуан шағалардың бір рет барып келген ғой, шүрек барып келген. Жақсы, я басқа жоқ, я бірақ шешіп алайық бар. Біз мысалы рахмет. Біз бір-біріміздің арымызды, бір-біріміздің намысымызды қорғай алмасақ, онда несіне ақыл болып жүрміз? Жаңа айттық қой, ақылдық деген ізінде емес, жаңа қаламның өлең жазған бәрі ақыл емес, жақсылыққа жасаған қаламым дейді жаңағы. Сондықтан біз жеті атадан қыз алмадым деп айтқан. Егер де бір мысалы Құнанбайдың ауылы, Алшынбайдың ауылы деп болған ауылдар бөлінген. Сол жеті атаға дейінгі егер де ауылда қызға біреу болған көзімен басқаша көзбен қараса, оларға тастап оларды өлтіретін болған. Сондықтан ол оның жеті атаға дейін қарындасы, туған қарындасындай қараған. Ол туған қарындасы шариғат бойынша орамал тақпай. Туған туыстары араласында орамал тағып болмайды. Бөтен адамның есінде әуретті жабы. Әурет деген сөз, орамал тағып, ол дұшпан көретін жер деген мағынаны білдіреді екен арабшадан аударғанда. Сондықтан қазақтар ешқашан әуретін дұшпанға көрсетпеген. Біздің мен кез келген фотоны қараңдар. Әжеміздің бір тал шашын көрмеген адамдар бар. Кемпір ғой сен қызбен шашып. Қызбен бірақ бола берсін кемпір болса да. Кемпірдің киімі қыздар бөтен адам келгенде еркектерге көрінбеген бетал. Біз ана білмейді мың бала дегенде осы ғой. Білесің бе Сартай келгенде кім зерек айтады ғой бар үйге. Я бөтен жігіт келгенде үйге бар деп тығып қояды. Өйткені өз ауылында еркін жүрген, ал бөтен адам келгенде жаңағыдай жасыратын болды. Сондықтан ешкімге ешқандай негіз болмасын. Сүйінбайдың қатағанның айтысында Сүйінбайдың айтатыны бар. Сұлу деген сол елде ашпаған бетін пердеден жүздерін адам көрмеген қазақ дейтін батыр ел ешкімге намыс бермеген. Айтпай ағамыз айтып жатқандай, кезінде бір ауыл тұрған, олар бір-бірін қыз болғандар. Расында туыстарының арасында ашып жүруге болады, шашын көрсетуге. Ол енді
Қуаныш ағамыздың айтқанымен Алланың айтқан нәрсесі екеуі бір-бірімен салыстыруға келетін нәрсе. Ол Құранда айтылған. Біз ешкімге тақпадың басқа деп айтып жатқан жоқпыз, бірақ былай қарасаң одан келетін бір зиян жоқ. Оны біз өзіміз көп кісілер қазір тақпайды ғой. Үлкен әжелердің өзі қазір тақпайды. Шашын бояп жүреді, тырнағын бояйды деген сияқты, оларға ол ұнамайтын сияқты. Сосын қарсылық көп болады сол жағынан. Әйтпесе біреу жау шашын көрсетпей жүре ме, өзінің құқығы ғой. Жоғары жақтан да келіп жатқан бір бұйрық сияқты деп ойлаймын мен. Қазақты діннен алшақтату. Әйтпесе ол Құранда айтып тұрғаннан кейін негізі қарсы келмеу керек. Сондай нәрсе ол. Әйтпесе қысқа юбкамен жүргенде де үндемейміз, бірақ жаңағыдай дүниеге келген кезде бәрі қарсы болып шыға келеді. Келесі сұрақ бар екен. Мақсат ағама сұрақ қойғым келіп отыр. Айтыстың несіне көрініп жүрсіздер, білеміз сіздерді. Сізге қоятын сұрағым, сізге ер балалармен айтысқан оңай ма, әлде қыз балалармен айтысқан оңай ма? Қыз балалармен айтысқан қызықты да бар. Қыздармен сөйлескен қызықты ғой, орамалы болмаса. Менің сұрағым Дидар Қалиев ағамызға арналады. Өмірдегі ұстазыңыз және айтыс өнерінде пір тұтатын идеалыңыз кім? Баяғыда бір ақын айтыпты, Айтбай ағамызға, Дидар Мақсаттың шәкірті ма деп. Айтекең айтады дейді, общий ғой дейді. Сол сияқты енді осы ағаларымыз бәрін ұстаз тұтам. Жасымнан осы кісілерге қарап өстім. Жалпы осы дейтіндей, бір тұтам дейтін жеке бір ақын жоқ. Барлық ағаларымның жақсы жақтарын үйренуге тырысамын. Мен өзімнің сұрағымды жалпы әйел адамға, қыз балаға ақын ғана емес, жалпы өнер адамы болу өте қиын шаруа. Енді өзі қазір әлеуметтік желіден неше түрлі біздің қазақ қыздарының басындағы жағдайлар болып жатыр ғой. Біреуінің күйеуі ұнатпайды, біреуінің бала шағасы ұнатпайды дегендей. Түсіністікпен қарап жатқан отбасы аз. Сондықтан енді ақын болу әйел адам түгілі жаңағы еркек адамдар Төлеген ағамыз өлең оқып жатыр ғой айтпай. Ақын болу оңай дейміз, қарағым, ауызы болу сыздаған бүкіл жараның деп. Сондықтан енді әйел адамға ақын болу өте қиын. Ал ақын болдың ба, оның ішінде айтыс ақын болдың ба, ең бастысы айтыс ақын болу үшін әйел адамға жүректілік керек, намыс керек, жігер керек. Жасықтау болсам, мен құсап жабылып қала бересіңдер. Мен анау Айнұр Сараларды көремін де риза боламын. Енді жастар ғой олар. Басқашалау бізден гөрі тәрбиесі. Бізді көбірек баса берді ғой. Ят болар, бүйтпе, сөйтпе, ер адамға қатты сөйлеме деген сияқты. А қазіргі қыздар есесін жібермейді, анау Жансая, Сара, Айнұрлар. Әдесе мәдеп отыр ғой шынайтында, бірақ енді қатты кетіп беттен алып жатқан жоқ, бірақ сондай орнымен істеп алып айтып жатқандарын тыңдап отырып, сондай риза боламын. Енді мына жерде балаларым, немерелерімнің жастылар отыр. Ақын, оның ішінде айтыс ақын болам десеңдер, батылдық керек, жігер керек, намыс керек. Ең бастысы жаңа мақсат айтпақшы білім керек. Енді бүгінгі кеш бос өтіп жатқан жоқ, өзінің нәтижесін береді деп ойлаймын. Біздің кезімізде мұндай болған жоқ, бізге бүйтіп өнер адамдары келіп, бізбен кездесу болған жоқ біздің бала кезімізде. Сіздерге мүмкін бір емес, бірнеше халықтарымызда келіп, өздерінің өлеңдерін оқып, өнерлерін көрсетпегендей, соның бәрі нәтижелі болсын. Бектеспін, араларына бір атақты ақындар шығуына. Құрметті ақын аға мен апалар, біздің мектебімізде де ақын жанды өнерлі ұрпақтар өсіп келеді.
Сахнаға мектебіміздің ақын ұстазы Айнұр Жаппарқұлованың шәкірті, оқушылар арасындағы жыр мүшәйрелерінің Абай, Қасым, Мағжан қуларының жеңімпазы Тілеужан Камисбаевты шақырсақ деп отырмыз. 5 ауысым қалай екенін бағасын береміз. Құрметті қонақтар, аяулы ақындар, мен өзегімді шалып билеп, тектен шыққан өлеңімді сіздерге тартып өтемін. Еш түспейтін өмірлік сахнадан, өлеңменен өмірім бақылаған, 30 түрлі ой қалықтап жүрегінде, оңай емес жаралу ақын адам. Қара қылды қақ жарамын тілімменен, азат еліміз күн астында күлімдеген, қалай ғана тіл қатпайын келгеннен соң, тұлпарларым еш бәйгеден сүрінбеген. Әсем әннен өлең сөзден жалықпаймын, сол арқылы биікке қалықтаймын. Өр бабамның жырларын сусындата, шабыттанып биік шыңға шарықтаймын. Самға бұш ешті алмасын қанаттарын, қалам менен қарсы алатын таң атқанын, терең ойлы орақ тілді ақындарды қолдап сақтай көр жаратқаным. Бүгінде азат әні шырқады күн, бабамның тыңдап өстім жыр тәлімін, Абай, Мұхтар, Мағжанның сарқытымын, отауызды қазақтың ұрпағымын. Еш уақытта кетпеймін сүйікті елден, шашпаймын абыройды жиып терген, ұлтымның ұлыларын үлгі тұтып, ақын болам көрінер биіктерден. Адамдар аз еңбектенер бас қатыра, қиындыққа қарсы тұр қашпа сірә, бірінші алла екінші елім барда, әлақ жетем алға қойған мақсатыма. Қайырлы күн, құрметті қонақтар, құрметті оқушылар. Мен енді бүгін сөйлемей қояйын деген, кішкене тамағым ауырып, аздап ауырып қалғандықтан. Бірақ енді кішкене келген мектепті сыйлап, Әлиханның әруағын сыйлап, балаларын сыйлап келген аға әпкелеріме, бауырларыма, Дидар бар, Мақсат бар, көп-көп рахмет айтқым келеді, алғыс айтамын. Айгүл әпкем бір ауыз жаңағы сөзін жерге тастамай, Қуаныш ағамыз, міне құрметті балалар, бағанадан бері қаншама рухани байдыңдар деп ойлаймын. Ақын болуды қандай қиындығын да қыр-сырын бағанадан бері айтылып жатыр ғой. Сендердің де араларынан талай ақын болмаса да мықты адамдар шығатынына менің күмәнім жоқ. Себебі сендер Әлиханның мектебінде оқисыңдар. Жаңағы Тілеужанның өлеңі бүгін ғана жазылған өлең екен. Көбісі айтады, Тілеужан өлең жазған кезде Айнұр мұғалім көмектескен шығар деп. Жоқ, балалар, Тілеужанның бір сөзін де мен дұрыстамаймын, ешқашан дұрыстаған емеспін. Өзі жазады, өзі шығарады, өзі осылай алып шығады. Мен қарамаймын да оның өлеңіне. Сенгендігім соншалықты осындай баланың тәрбиеленіп жатқанына мен өте қуанамын. Артымдан кішкене болса да, біреу болса да, екеу болса да шәкірт қалдыру ол біздің міндетіміз, ұстаздың міндетіміз. Алдарыңызда басымды иіп алғыс айтам. Ал қазір енді менің әлім мен сөзіме жазылған осы мектептің гимніне айналған мектебім Әлихан атында атты керемет әніміз бар. Барша мектептің оқушылары біледі. Қазір мына жерден экраннан көрсетіледі. Сол әнге кезек берейік. Қабыл алыңыздар. Өнерпаздар мен
қолдаушысы кәдімгі қара халық. Тіл мерекесі қоғам пәндер бірлестігінің 10 күн арнайы ұйымдастырылған Арқаның бір мектебі тақырыбындағы мерекелік іс-шарамыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше күн нұрлы болсын. Амандықтар сізде сыйға